Внимание! Говорит Москва. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Бүгінгі тәрбие сағатымыз Шығыстың қос шынары, қос батырымыз Әлия Батыр мен Мәншүк Батырға арналады. Мұндағы мақсатымыз аттар аңызға айналып, ерлік істері барша ұлтты таң қалдырып, есімдері тарих бетінде алтын әріппен өрнектелген, ерліктің мәңгі алауын жаққан қазақтың қос шынары Мәншүк пен Әлияның жарқын өмірі. Және Ұлы Отан соғысындағы ерлік істері ұрпаққа үлгі өнеге ету. Әлия мен Мәншүктің жауынгерлік жолы да қысқа. Өмірлері аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды. Қамшының сабындай қысқа ғұмырларында ел сүйсінерлік ерлік жасады. Әлия мен Мәншүк есімдері қастерлеуге де, ұлықтауға да лайық. Олардың есімдерін қадірлеу, қастерлеу біздің сендердің борыштарын. Өйткені олар өмірлерін отан үшін қиды. Маметова Мәншүк Жеңіскәлі қызы, Кеңес одағының батыры. 1922 жылы Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Мәнсия. 5 жасынан бастап оның әкесінің немере інісі Ахмет Маметовпен және әйелі Әмина асырап алған. Анасы еркелетіп моншағым дей берген. Мәнсияның тілі келмей, өзін Мәншүк деп атап кеткен. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Алматы медицина институтында оқып жүрген Мәншүк өз өтінішімен Кеңес армиясының қатарына алынды. Бір 1942 жылдың тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасымен майданға аттанды. Кейін 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының құрамында пулеметшілер бөлімшесінің командирі болды. Мәншүк 1943 жылы Беларусь жеріндегі Небель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста Максим пулеметімен жүздеген неміс басқыншыларының көзін жойып, қаһармандықпен қаза тапты. Аға сержант Мәншүк Маметоваға қаза тапқаннан кейін 1944 жылы КСРО жоғарғы кеңес президиумының бұйрығымен Кеңес одағының батыр атағы берілді. Молдағұлова Әлия Нұрмұхамбет қызы, Кеңес одағының батыры. 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында Сарықұлов Нұрмұхамбет және Молдағұлова Маржанның отбасында дүниеге келген. Анасынан ерте айырылып, Алматыдағы ағасының қолында тұрғаннан кейін Ленинградтағы номері 46 балалар үйінде тәрбиеленді. Соғыс басталғанда балалар үйімен бірге Ярославль облысына эвакуацияланып, 7-ші сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына түседі. Көп ұзамай майданға жіберу туралы өтініш жіберді. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтап, 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонының снайпері болған. Жау әскерінің 30-дан аса сарбаздары мен офицерлердің көзін жойған. 1944 жылы Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза тапты. Әлия Нұрмағамбет қызы Молдағұловаға 1944 жылы маусымда Кеңес одағы батыры атағы берілді. Ленин орденімен марапатталды. Соғыс деген немене өзі, тек қана апат қырғын ба, арман, тілек, ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақ сүйектің құлдыңда. Соғыс деген төккен ары қыздың және ұлдыңда. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін.
Соғыс деген сор айдаған содырлардың табысы. Соғыс деген сақамайтын эсуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады, таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. Соғыстан қалт еткен кезде шығыстың қос шынары алыстағы елдеріне хат жазатын еді. Бірден майданның алғашқы шебінде жүріп, Мәншүк Алматыдағы апасы Аминадан посылка алып, алмаға қарап, апасын еске алып отырған кезде, Әлия да қағазда тізесіне қойып, еліндегі бауыры Сапураға хат жазады. Сәлем саған, отаным. Сәлеметсің бе, қымбатты сіңілім Сапура. Жиі хат жазам деймін саған, бірақ жағдай мүмкіндік бермейді. Сенің жазған хаттарыңды алған соң бірнеше рет хат жаздым. Оны алған, алмағаныңды білмеймін. Жақында менен ұзақ уақыт хат болмаса, таңданба. Бұрынғы мекен жайға жаза бер. Себебін кейін хабарларым. Көкеме, жеңешеме және басқа да туыстарға менен көп сәлем айтып хат жазарсың. Егер көре қалсаң, мен үшін балалардың бетіне сүй. Өз денсаулығың, өмірің жайлы хат жаз. Көп жаз. Бетіңнен сүйдім, Әлия. Елен деумен, келер деумен күндіз түні. Қайран шеше білсе уақыт озғанын. Жылдар бойы жүрдау үзбей үмітін, бозан белден күтіп қыршын боздағын. Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылка тура алғыс шепке жүргелі тұрған сәтте алды. Бұл 1943 жылдың 10 қыркүйегі еді. Өзіме бір ағалма тисе де, мен қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет, жолымыз сәтті болды. Ал қазір бұл метімен фашистерді мықтап аңдудам. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз. Ал күндіз тынығамыз. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып сізге жауап жазып отырмын. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім. Бірден ұйықтап кетіппін. Сізді түсімде көрдім. Жалпы қазіргі өміріңіз көңілді. Фашистермен қару тілмен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп ақ. Қолыңды қатты қысып, құшып сүйемін. Оқ пен оттан аман оралып, ортамызда жүрген аға ұрпақтың жауынгерлік және еңбектегерліктерін әрдайым мақтан тұтамыз. Елімізді ғана емес, Европаны фашизмнің қара түнегінен азат еткен ардагер ағаларымыз бен апаларымызды кейінгі ұрпақ біз ешқашан ұмытпаймыз. Біз олардың алдында мәңгілік қарыздармыз. Сондықтан да біз ұлы отан соғысының ардагерлерін әрдайым қастер тұтамыз. Олардың ерліктері естен шықпақ емес. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері. Қырларда мына ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі. Әкелді шуақ парманға, соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрын төккелі. Жап-жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шығыла тұрды көкмеңі. Қызғанып гүлін жасырып, қылтанақтар да көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Жап-жасыл шыбақ талдағы орманның жасыл шекпені. Қуанта бірақ алмады, сонау бір үйді шеттегі соғыстың соңғы көктемі.
демеп жібер. Тоқта! Демеп жібер деймін Сен саған. жаралысың ғой! Отан үшін, ел үшін қасық қаным қалғанша шайқасамын. Жеңіс үшін жан пида! Ерназар! Ата, сіз неге жылап тұрсыз? Балапаным, қаншама қазақ жауынгерлері елге қайта оралмай, бүгінгі бейбіт заманда аңсаумен кетті. Біз олардың ерлігін ешқашан ұмытпауымыз керек, балам. Үзбейтін еді гүлдерді, жем тасып құсқа беретін. Кішкентай қос қыз жүрегі, даланы жақсы көретін. Дегендей, Әлия мен Мәншүк апаларымыз қазақтың кең байтақ даласын қорғап келді.